мраморный печенье дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майды ыдысқа саламыз. Үстіне сахарный пудра және бір жұмыртқаның белогын салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн және 7 грамм разрыхлительді салып араластырамыз. Біз бұл қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осы құраммен 580-600 грамм қамыр шығады. 300 граммнан бөліп аламыз. Екінші 300 грамм қамырға 10 грамм какао салып араластырамыз. Ақ бөлікті қамырды 20 граммнан өлшеп бөліп шығамыз. Оны қолымызбен дөңгелетіп аламыз. Екінші шоколадты бөлікті де 15 граммнан бөліп дөңгелетіп аламыз. Және де ақ бөлікті осылай қолымызбен үлкейтіп, ішіне шоколадты шариктарды салып, қолымызбен осылай дөңгелетіп, форма жасап табамызға қойып шығамыз. Дайын болған печеньелеріміздің үстін осылай шанышқымен басып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген формада жасасаңыздар болады. Үстіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Алдын ала қызған 180-190 градус пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.